Міне бүгін телефонымызды қазақшаландыру. Яғни сол үшін біз мына жерден мынандай сомын немесе болт дейді ғой, сондай іздейміз. Міне сондай белгіше бар, соны бастық. Соны басқаннан кейін мынандай не келеді, мәтін неше түрлі бізге кіруге. Ал мынау расширенный болсын, соның ішіне кіріп көрейік. Мына жерде языки ввод деп тұр. Бұл деген сөз тілдер және енгізу. Қазір соған қарап, мынау орыс тілі. Мына жерде сөзі тілдердің тізбегі шыға келеді. Соның арасынан біз өзіміздің қазақ тілін, мына өзбек болса, енді қазақта бар ғой енді деп қойайық. Мынау кездейсоқ басып қалдым мен. Ал, міне қайтадан кірдік. Кіріп, бірдеңке дейді, шкип дей ма, бірдеңке. Так, түркшесі бар. Міне қазақ тілі таныдық, басып қалдық. Басып қалсақ, сол кезде мынау тілдер қазақ тілі болып шыға келді. Мынау барлық біздің жазуымыздың бәрі қазақшаландырылды. Енді тілдер мен мәтін енгізу дейді. Мәтін деген текст қой енді, текст. Сол не енді перне тақта басқару деп отыр. Бізге керегі ағымдағы перне тақта ол Gboard. Бізге Gboard, яғни мынау Google-дың. Біз мынаяқта мына Gboard-ымыз тұр, перне тақта басқару дейді. Егер біз басқасын қосуға тырыссақ, сол кезде мынаның ішіне жаңағы Gboard болса, ол ішінде жаңағы қандай тілдермен қолдануға болатыны анық болады. Сол мынау қазір мен қол астында қазақ, ағылшынша, қытайша, орысша немесе басқаша да перне тақта қоса аламыз. Мысалға бізге керегі мынау арабша төте жазу дейді ғой. Қазақша төте жазу, соны іздестіріп көрейік. Мынаның ішінен бар ма екен? Так. Мына ұйғыр тілі дейді. Негізінен ұйғыр тілінің әліппесі арабша. Бұл қазақшаға келеді, екеуі бірдей деп айтуға болады. Сондықтан мен соны алып қостым. Енді оны сирек адамдар қолданады. Мысалы, біздер сирек қолданамыз. Көбінесе мынау латын әрпі. Бірақ кей кезде мен өзімнің жағы бір қалыпты ұстап тұрғым келеді, жаңағы осыны біліп, соны ұмытпай. Керек кезде соны қолдануға болатындай қылып. Мынаяқта не бар? Сөздік. Жаңа сөздіктер болса, жаңа сөздер. Сол мынаяқта енгізуге болады. Бірақ бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға сай емес нәрсе. Мен қазір жаңа бір ұйғыр тілін жазып көреміз. Ұйғыр әліппесі, бірақ ол негізінен қазақшаға да сай. Сондықтан онда байқап көруге болады. Мысалға, қай жерде енгізуге болады. Мысалы, бір нәрсе іздесең, немесе бір жазба жазсаң да,
жазба міне біздің мейлі міне жақта өзгертулер бар. Міне мынау біздің жаңағы іздеген мынау қ әрпі, мынау а әрпі, мынау не мынау біздің з-ға ұқсайды өзі. Сондықтан соны бастым, қазақ. Ал мен қазақ деп жаздым. Содан мынау глобусты басқан кезде өзіміздің қазір қолданып жүрген орыс әріптері, кириллица, соны немесе былай өзгертеміз, сөйтіп жаңағы керек. Мынау өз қытайша жазу. Енді қытайша жазу ол былай сызып та жазуға болады. Мына жақта былай келтірсек, новай сызу дейді. Нобай болған кезде нобай екен ғой, бізге нобай керек емес қазір. Сөйтіп осындай қазір осымен бітіреміз ба, жоқ әлде жалғастырып көреміз. Міне мейл ма деп жазайық. Міне кәдімгідей ол былай қытай тілінде міне ма деп тұр ғой, ма. Міне ма деп сөйтіп кәдімгідей жазуға болады. Енді сөздер олар да жаңағы мынау латын әріптеріне сүйенеді. Сондықтан өздерінің сондай әліпбиі бар латын әріптерінен. Ал дәл қазір мынау мама дегеннің мағынасын алдық. Сөйтіп міне қазақ мама деп сөйтіп жаздық. Міне осымен бүгінгі шолуымызды аяқтаймыз. Телефон, андроид телефон, қазақшаландыру. Сондай тақырыппен біздің бейнеміз осымен бітті.